Мартин Руфпен танысқанына бір жеті өтсе де баруға бата алмай жүр. Ауық-ауық тәуекел айтқанымен шүбәлана береді. Жаңа танысқан қызға екінші рет неше күн өткеннен кейін бару жөн. Мұның лайығын айтар ақылгөй адамы жоқ. Ол өзі білместікпен өкінішті іс жасап қоям ба деп жүрексінеді. Мартин ескі достарының бәрінен қол үзген, бұрынғы әдетінен арылған. Бір ғана кітаптан өзге дос тапқан жоқ. Кітапқа тым көп үңілетіні сонша анау-мынау кісінің көзі шыдамас еді оған. Бірақ Мартиннің көзі мен құрыштай денесі көн терілі. Ол әрі кітаби, дерексіз ой дегенді бүгінгіше білмей өскен. Миы таза, білім ұрығын себуге тым сақталған адам ғой. Ғылым ізденіп, миы әлі ашымаған. Кітаптағы өнер білімге құныққан үстіне құныға түсті. Бір жетінің ішінде Мартин өзін алуан ғасыр өмір сүрген адамдай сезінді. Өткен тіршілігі мен өмірге бұрынғы көзқарасының алыстап кетуі соншалық. Бірақ әзірлігінің аздығы аттаған сайын бөгет бола берді. Ол күні бұрын көп жыл арнайы әзірленуді керек ететін кітаптарды тосын оқып жүр. Бүгін көне заманның, келесі күні қазіргі дәуірдің философиясын оқып, басы қатты. Экономикалық ілімдер жөнінде де солай. Кітапхана сөресінде қатар тұрған Карл Маркс, Рикардо, Адам Смит, Миль шығармалары да табылды. Бақса бұлардың түсініксіз тұжырымы бір-бірінің пікірін бекер шығармайды екен. Сөйтіп алуан салалы білім қуып абдыраса да білуден бейілі қайтқан жоқ. Ол экономика, өнеркәсіп, саясат мәселелерімен шұғылданады. Бірде Сити-холл парк арқылы өтіп бара жатып, тәрізі өзара қызу пікір таласып тұрған 5-6 кісіні анталай қоршаған бір топ адам көрді. Таяна бергенде халық философтардың бұрынғы істелмеген жат сөздерін құлағына шалды. Айтысып тұрғандардың бірі Кезбе, екіншісі кәсіп одағының үгітшісі, үшіншісі студент-юрист. Қалғандары дискурсияға жаны құмар жабайы жұмысшылар екен. Ол анархизм, социализм, бірыңғай салық деген сөздерді тұңғыш осылардан естіді. Әлеумет философиясының бір-біріне жау түрлі бағдары барын байқады. Өзінің жартымсыз білім қорына енбеген ғалымдар саласынан жүздеген тың термин естіді. Сондықтан айтыс өрбуін ажырата алмағанымен беймағлұм сөздердің мағынасындағы идеяларды өзінше топшылады. Сөзуарлар арасында ресторанный, бір қара көзді даяшысы болды. Өзі теософ, наубайшылар кәсіп одағының мүшесі, агностик көрінеді. Бардың бәріне ғаділет деп дүйім жұртқа бой бермей жеңіп шыққан бір шалы космос туралы, атом ата, атом ана жайлы ұзақ сөз сөйледі. Тағы бір шал болды. Мартин Иденнің басы қазандай болып кетті. Есінде қалған 10 шақты сөздің мағынасын білмекке кітапханаға жүгірді. Онан қолтығына қысып Балаватская ханымның құпия доктринасын және прогресс һәм қайшылық, социализмнің мән-мазмұны, дін мен ғылым айқасы деген қалың-қалың 4 том ала шықты. Бақытына қарап оқуын құпия доктринадан бастаған. Бұл кітаптың әрбір томы түсініксіз қиын сөздерге толы екені. Ол кітаптан гөрі сөздікке жиі қарап, кереуетінде отыр. Сөз соншалық көп, бірін жаттаса бірін ұмытып, сөздіктен қайта-қайта іздейді. Ақыры түсініксіз сөздерді бөлек дәптерге тіркей бастады. Аз уақытта 20 шақты бетін толтырды. Сонда да түк түсінген жоқ. Таңғы сағат 3-те оқығанның бәрі быж-тыж болып бытысып, есінде түйір қалмады. Басын көтеріп жан-жағына қараса, толқын соққан кемедей үйдің қабырғасы мен төбесі теңселіп барады екен. Құпия доктринаны балағаттап атып ұрып, шамын сөндіріп ұйқыға кетті. Өзге 3 кітаптың да білімге жартқаны шамалы. Ақылының аздығынан немесе зердесіздігінен емес, кітап сөзін жадына тоқи алар еді. Бірақ әлі ойға олақ, сөз қоры шамалы екен. Осыған көзі жеткеннен кейін ол естімеген сөзін түгел жаттап алу үшін кілең ғана сөздік оқымаққа ұйғарды. Мартиннің жалғыз жұбанышы поэзия, шөліркеніп оқиды. Әрбір жолы көкейіне қона кетеді. Сұлулықтың мөлдір бұлағынан су ішіп, мейірін бір қандырғандай болады.
музыкадай әсер еткен поэзия ой-санасын алдағы ауыр жұмысқа әзірлей түсті. Оқыған өлеңдері шумақ-шумағымен жадында қала берді. Кей өлеңдерді түгел жаттап айтып, тасқа басқан жазудай жан біткендей оның сиқырлы үнінен ләззат алатынды. Күндердің бір күнінде Гейлидің классикалық мифі мен Булфичтің миф ғасырына кезіккен. Бұлар өз басындағы надандық түнегіне түскен жарық сәуле еді. Сонан бері оның поэзияға құмары артқан үстіне арта түсті. Стол басында отырған кісі Мартинді таниды, келген сайын ізетпен басын изейді. Сондықтан бір күні Мартин тәуекел етті. 2-3 кітап алып, кітапханашы карточкесіне штемпель соғып жатқанда, сізден бір жайды сұрауға бола ма? Деп күбір етті. Кітапханашы күлімсіреп басын изеді. Егер жас лейдимен таныссаңыз, ол сізді үйіне шақырса, демек қай уақытта барған жөн? Мартин қыбыжықтап қара терге түсті. Қалаған уақытыңызда бара беруге болады меніңше, деді кітапханашы. Жоқ, сіз түсінбей тұрсыз, деді Мартин. Ол үйде болмаса қайтесіз? Университетте оқиды ғой. Олай болса екінші рет барыңыз. Мәселе ондай емес, деді ақырында Мартин не де болса осының талқысына түсейін дегендей. Мен жабайы матроспын, Дегдар. Сыйлы кісілермен араласып көргенім жоқ. Қыз мен сияқты емес, мен ол сияқты емеспін. Қылжақтап тұр деп ойламасаңыз, шыны осы, деді ол өз сөзін өзі бөліп. Жоқ, не дегеніңіз? Деді кітапханашы. Рас, сұрағыңыз анықтама бөліміне жатпайды. Сонда да көмектесіп көрейін. Мартин оның бұл сөзіне риза болды. Мен де осылай жоста жөнелсем, тамаша болар еді-ау, деді ол. Ғафу етіңіз. Сіз секілді мен де сыпайы сөйлеп үйренсем жақсы болар еді деймін. Деді кітапханашы. Сонымен қай уақытта бару лайық? Күндіз бе? Бірақ түскі астың үстіне бару ұят болатын шығар. Әлде кешке тамам барсам ба екен? Тіпті жексенбі күні барсам қайтеді? Менің ақылымды алсаңыз, телефон соғып, осының бәрін қыздың өзінен сұраңыз, деді күлімсіреп кітапханашы. Рас-ау, деп Мартин кітаптарын ала сала есікке қарай беттеді. Есік алдына барғасын жалт бұрылып, жас ледимен, айталық, мисс Лизи Смит деп сөйлескенде, мисс Лизи деу керек пе? Жоқ, мисс Смит деген жөн бола ма? Деді. Мисс Смит деңіз, деді кітапханашы беделді үнмен. Танысып алғанша мисс Смит дей беріңізші. Сонымен бұл мәселе шешілді. Қалаған күні келіңіз, түстен кейін үнемі үйдемін, деді Руф телефон арқылы Мартиннің сызылып, кітабыңызды қашан апарып берсем екен деген сөзіне. Өзі есік алдына шығып, Мартинді күтіп алған қыз шалбарының қырын, тағы бір жақсы өзгерістер барын бірден байқады. Әсіресе ажары өзгерулі. Жас жігіттің жігері бойына симай тасып төгіліп, толқыны Руфты тербетіп әкеткендей. Қыздың бұл жолы да құшақтағысы келді. Көрген сайын осылай. Бұл не ғажап деп таң қалды. Қыздың қолын қысқанда жігіттің де тәні шымыр еткен. Екеуінің бір-бірінен айырмасы, қыз сырттай сыр бермесе, жігіт құлақ шекесіне дейін қызарып кетті. Мартин ырғаң басып, Бикештің соңынан ерді. Қонақ бөлмеге жайғасқаннан кейін бұл жолы бұрынғыдай емес, еркін сезінді. Оның қысылмай кең отырғанын тәуір көрген қызда әдеппен үйіртпектеп жүр. Бұл қылығы Мартинге өте ұнады. Жанындай жақсы көріп кетті. Әңгіме кітаптан басталды. Сүйінберн мен Браунинг сөз болды. Әңгімені бағыттай отырып, Руф жігітке қалай жәрдем көрсетемін деп ойлады. Мартинді алғаш көргеннен бері осы ой жиілей бастағаны. Қалайда ол қол ұшын бергісі келеді де тұрады. Аяйды, жаны ашиды. Ниетінде жігіттің намысына тиерліктей астамшылық жоқ. Ол бұрын өзі сезбеген ана мейірімі сықылды бір нәрсе еді. Бірақ осы сезімді жай аяныш деуге болар ма? Оны оятқан жігіттің нашарлығы емес, ер адамға лайықты күші еді ғой. Жанына жақындап кетсе, көңілін қобалжытып, ой түсірген жас жүрегін тайдай тулатқан керемет еді ғой. Бүгінде оның жігітті мойнынан қысып, құшақтағысы келеді.
немесе қос білегін иығына артқысы келеді. Ол ойына қапелімде ұялғанымен бірте-бірте еті үйренгені рас. Оның жаңа оянған сүйіспеншілік екенін, тұл бойын дәл-сәл қылған осы сезімнің шын есімі ғашықтық екенін қыз қайдан білсін? Мартин сирек кездесетін, болашағы бар адам. Мен оған қызығып жүрген жоқпын, әншейін қызық көріп жүрмін. Адамның әлде қалай ықыласы ауа бермей ме? Деп ойлады ол. Жігітке ынтығып жүргенін ол түсінбеді. Мартин олай емес, Руфьке ғашық екенін, өмірінде ешкімге еш уақытта мұндай іңкәр болып көрмегенін біледі. Ол бұрында өзге сұлулық сияқты поэзияны аса қастерлеуші еді. Бірақ қызбен кездескеннен бері ғана ғашықтық лирикасының шын сырын сезіне түскендей. Оның Булфинч пен Гейлиден берері де мол екенін, егер бір жеті бұрын жары үшін жаны құрбаны, бір құшақтап, бір сүйсе деген сөзді елей қоймас еді. Ал қазір ол есінен кетер емес. Бұл зор жаңалық. Руфьке қарап отырғанда расында да бір ғана сүйіп үзіліп кетсем, арманым болмас еді деп ойлады. Ол өзін жары үшін жаны құрбан шақпазбын деп білді, және оны сері деген атаққа айырбастамас та еді. Иә, өмір сырын, тіршілік мақсатын жаңа түсіндім, деп түйді ол. Қыз көркіне көзі суарып, сөзін тыңдап отырғанда ойына әлдене келді. Қолын қысқаны, сондағы алған рахаты есіне түсті. Тағы бір қыссам деп ойлады. Мезгіл-мезгіл олжыған еріне көзі түсіп, елжіреп отыр. Бірақ еш уақытта ешқандай фәнилік ерсі ештеме жоқ. Сөйлеп отырған қыз ерінің әрбір қимылы айтып жеткізерсіз әсер етеді. Ол ер әйелдің ешбіріне ұқсамайды. Ол қандай емес, тәнде емес, тәнсіз рух лебізі. Оны өбуге құмары өзге әйелдерге оятатын сезімге ұқсамайды. Әрине, осы аспан лебінен ерінің тигізгісі келетіні рас. Бірақ бұл қасиетті дұғаға маңдай тигізгенмен бір есеп. Асылы құмарлығының табиғатын түсінгенде жоқ. Сондықтан қызға қарағанда көздері сүйгенін аңсаған әрбір еркектің көзіндей шынын айтып, жайнаңдап тұрғанын байқамады. Қадалған отты көзі қыздың көкейінен өтіп бара жатқанын сезбеді. Жас қыздың күнәсіз тазалығы жігіттің ынтығын әдептен оздырмай, салқын жұлдыздың санатына жеткізгендей еді. Бірақ көзінен ұшқындаған осы сиқырлы нұр қыздың жан жүйесін тербеп, ішіне от салғанын байқаған жоқ. Жігіттің көзқарасынан пысы жеңіліп, ұялып отырған қызда неше рет сөзінен жаңылды. Бытырап кеткендей ойларын қайтадан қабыстыра алмай қынжылды. Бұрын кісімен еркін сөйлесе беретін еді ғой. Бұл жолы не болған? Түсінсе бұйырмасын. Сезгіш, нәзік жан ғой. Өзге дүниенің келімсегін тосырқап отырған жайы бар. Бұған қалай қарасам екен деп әңгімені осылай қарай бұрмақ боп отырғанда сөзді Мартиннің өзі бастады. Сізден кеңес сұрағым келіп отыр, деді ол. Қыз қолымнан келгенін аямаспын дегенде қуанғаннан құмығып қалды. Есіңізде бар шығар, өткен жолы айтып едім, кітап туралы пікір айтуға білімім жетпейді деп. Сонан бері көп ойладым. Кітапханаға бара бастадым. Әртүрлі кітап алып жүрмін. Алғанмен бар бәріне ақылым жетер емес. Әлде бәрін басынан бастасам ба екен? Бұрын жөнді оқымаған адаммын ғой. Қаршадайымнан қара жұмыста болдым. Енді ғана кітапханаға барып, кітап алып қарасам, бұрын керек кітаптарды оқымағанымды байқадым. Өзіңіз білесіз, әлде қайдағы бір фермада, немесе пароходтың кубригінде сіздің үйдегі кітаптардай кітап бола бермейді. Ондағы дүние әлдене. Соны оқып, жаман үйреніп кеткенім ғой. Мақтанбай-ақ айтуыма болады. Мен өзім қатарлы серіктерімдей емес едім. Басқа матростар мен ковбойлардан. Ковбойда болғаным бар. Асып кеттім деп айта алмаймын. Жоқ. Бірақ кітап құмар екенім рас еді. Қолыма не түссе, соны оқи беретін едім. Меніңше жолдастарымнан ойым да бөлек еді. Мәселе онда да емес.
мынада. Мен бұрын сіздің үйдегілерге бас сұғып көргенім жоқ. Өткен аптада осында болып, өзіңізді, мамаңызды, аға інілеріңізді мына дүние жасаудың көргенде бәрі де ұнаған. Мұндай тұрмыс туралы бұрын кітапта ғана оқитынмын. Байқасам кітап сөзі рас екен. Маған шын ұнады. Сонда осындай дүниеге менің де қолым жетер ме екен деп ойлағам. Қазір де осы ойдамын. Мен де сіздің үйдегідей үнемі таза ауамен дем алсам деймін. Айналам толы кітап. Сурет тәрізді өңкей әсем нәрселер болса, жұрттың бәрі сыбырмен биязы, байсалды сөйлесе, таза киінсе, ой ниеті де сондай пәк болса деймін. Менің өмір бойы дем алып келе жатқан ауам арақ шараптың буы, ас үйдің иіс қоқысы, естігенім былапыт сөз, пәтер ақы туралы ұрыс керіс. Сіз әнеугүні анаңыздың алдында шығып бетінен сүйдіңіз. Маған ол да керемет көрінген. Дүниеде мұнан асқан жарастық болмас деп ойлап едім сонда. Ал менің өмірімде көргенім аз емес. Тіпті кімнен де болса түйгенім көп деп айта алар едім. Дүние көруге өте құштар жанмын, және көрген сайын құмарта беремін. Бірақ айтпағым бұл емес. Арманым тұрмыста сіздердей биікке көтерілу. Ішкілік, төбелес, ауыр жұмыс, өмір емес. Енді қайтпек керек. Неден бастауым керек? Жұмыстан мен тартынбаймын. Қолдап жұмыс істеуге келгенде маған ерер ешкім жоқ. Бір бастасам күндіз түні дамыл көрмеймін. Әлде менің сөзім сізге ерсі көрініп отыр ма? Жоқты барды сұрап мазаңызды алмауым керек екенін түсінемін. Бірақ ақылдасатын сізден өзге адам жоқ. Артур болмаса, әлде сонымен де ақылдасуым керек бе? Егер мен... Мартин мүдіріп қалды. Шынында да Артурдан ақыл сұрауым керек екен ғой. Босқа ақымақ болдым-ау деп састы. Руф те жауабын тез айта қойған жоқ. Жігіттің үйлемсіз сөздері мен тұрпайы ойын көзінен байқаған ишаратына ұқсата алған жоқ. Қайтпас қауметті айнасы сияқты мұндайда көз болады екен. Бұл жігіт айтқанын орындамай қоймайтын қайсар болар. Көзінен көргені осы. Бірақ сөзге неге шорқақ? Қыздың айлалы ақылы бұлтақсыз тура айтылған пікірді дұрыс бағалай алған жоқ. Әйтсе де добал сөздерден жігері байқалғандай. Мартин оған бұғаудан босанам деп бұлқынған дәу перідей көрінді. Қыз қайтадан сөйлей бастағанда жүзі жылып кеткен еді. Кемшілігіңіз өзіңізге мәлім, деді Руф. Біліміңіз аз. Бәрін қайтадан бастауыңыз керек. Әуелі мектеп бітіріп алып, сонан кейін университет курсын өткен жөн. Оның бәріне қаражат керек қой. Бұл жайлы мен ойламаппын. Туыстарыңыздан ешкім көмектесе алмай ма? Мартин басын шайқады. Әке-шешем қайтыс болған. 2 апам бар. Біреуі тұрмысқа шыққан, екіншісі таяуда күйеуге тимек. Ағаларым көп, бірақ ешқайсысы қараспайды. Бәрі де бақыт қуып дүние кезіп, үлкен ағамыз Индияда өлді. 2 ағам оңтүстік Африкада. Енді бірі кит аулайтын кемеде қызмет етеді. Оған тетелес ағам елкезбе, циркте істейді, акробат. Мен де сол сарбаздың бірімін. 11 жасымнан бастап шешем марқұм қайтыс болғаннан бері өз еңбегіммен күнелтіп келем. Маған мектепті қойып, өз бетінше өнер іздеуім керек. Сонда неден бастауым керек? Ең алдымен дұрыс сөйлеп үйреніңіз. Жігіттің маңдайынан тер шып-шып шықты. Ара-тұра аузымнан сіз түсінбейтін сөздің шығып кететіні рас. Бірақ сол сөздердің қалай айтылатынын білемін. Ал кітаптан оқыған көп сөз бар жадымда. Міне, соның қайсысы қалай айтылатынын білмеймін. Сондықтан қолдана алмай жүрмін. Мәселе жеке сөзде ғана емес, жалпы сөз құрылысында. Сізбен ашық сөйлесуге болады ғой. Турасын айтсам, көңіліңізге алмайсыз ба? Жоқ, деді ол дауыстап, іштей қайырымды қыздың қылығына риза болып. Зоқта беріңіз. Өзге біреуден естігенше өзіңізден естиін. Ендеше былай,
Сіз көбінесе сөйлемді дұрыс құрмайсыз. Ең әуелі грамматикадан бастаңыз. Қазір оқулығын әкеп берейін. Руф орнынан тұрған кезде есіне әдеп туралы оқыған бір ереже түсіп кетті. Тұрды да қыз мені кеткелі жатыр деп ойлады ма дегендей сасып қалды. Руф грамматика оқулығын алып келіп, стулін Мартиннің стуліне жақындатып, ол осы арада қызға қолғабыс етуім лайық еді ғой, деп қынжылып қалды. Қыз кітап бетін ашты. Екеуі де кітапқа үңіліп, бір-біріне жақындай түсті. Руфтың айтқандары жігіттің құлағына кірген жоқ. Қыз жақын отырғанға көңілі қобалжып кетсе керек. Руф жіктеудің мәнісін түсіндіре бастағанда, ол өзге жарық дүниені мүлдем ұмытты. Бұрын жіктеу дегенде естімеген ғой. Сөз сиқырының құпия заңдарын тұңғыш жүйелей жөнелгенде ілти тыңдады. Кітапқа үңіле түсіп еді, қыздың шашы жігіттің бетіне тиді. Мартин иден өмірінде бір-ақ рет иесінен танған. Бүгін екінші кезегім келген шығар деп отыр. Демі бітіп, жүрегі алып ұшып, кеудесінен ыршып түсетіндей. Қыз бұған дейін қазіргідей уысына үйіріліп көрген емес. Екеуінің арасындағы түпсіз тұңғиық лезде өткел берген тәрізді. Бірақ жігіт әдептен озған жоқ. Көктегі мекенінен қыз төмен түскен жоқ. Қайта бұлттан асып, биікке өзі көтерілгендей. Жігіттің ғашықтық сезімі Тәңірге мінәжат еткен діншіл адамның ниетіндей еді. Ол ел бас ұрып, тағзым ететін храмның қасиетіне қолы енді жеткендей көрінді. Электр тогындай денесін дір еткізген бұл киеге қолымды тигізе көрмейін дегендей басын ептеп көтеріп алды. Руф еш нәрсе байқаған жоқ.